Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Адамның жүрегі және Enel компаниясының өнімі Кардели шайы туралы айтатын боламын. Жүрек үздіксіз жұмыс істеп тұрады. Себебі оның қызметінсіз адамның өмір сүруі мүмкін емес. Жүрек тәулік бойы еңбектенетін ағзаның ең еңбекқор мүшесі. Жүрек қажетті тамырларға қан тарататын күшті компрессордың қызметін атқаратындықтан адам ағзасының жұмысы тұрақты жүріп тұрады. Сонымен қатар ағзаның бұл мүшесі басқа мүшелерге белгілі бір мөлшердегі қанды береді. Жүректің саулығы белсенді әрі ұзақ өмірдің айқындаушы шарты. Стресс, дұрыс тамақтанбау, ауру сырқау жүректің жұмысын бұзуы мүмкін себептің бір бөлігі ғана. Ал оның салдары бәрімізге де аян: сырқат, гипертония, тамыр аурулары. Кардели шайы қан қысымын тұрақтандырады және қан тамырларының қабырғаларын нығайтуға, орталық жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Бұл сусын әдетте шай ретінде қолданылатын өсімдіктерден даярланған, әрі оның жемісті жұпар иісі өте керемет. Кардели шайының құрамына каркаде, долана жемісі, сасық шөп, итмұрын және шетен, жалбыз, қырмызыгүл жапырақтары қосылған. Кардели шайын қалай қолданамыз? Бір фильтр қалташа салынған ыдысқа 200 мг қайнаған су құйып, арасында араластырып тұрып 20 минуттай демдеңіз. Сонан соң қалташаны сүзіп не сығып алыңыз. Тек сусын ретінде қолданылады. Қалауыңызға қарай қант, бал немесе лимон қосуыңызға болады. Ескерту: несеп тас ауруына шалдыққан адамдар емдеуші дәрігермен ақылдаса отырып қолдану керек. Қарсы көрсеткіштері: көтере алмау, жүктілік, бала емізу кезінде мүлде қолдануға болмайды. Пайдалану жөніндегі кеңестер: ересектер күніне 2 рет 1-2 стаканнан 100 мг тамақпен бірге ішу керек. Достар, видео пайдалы болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.